8 бөлім. Арада бір ай уақыт өтті. Ал менің бөбегімнің есіртке қосылған сүтті ішіп жүр. Бермесем амалым жоқ. Мені өздері қадағалап, бөбегіме сол қарғыс атқыр сүтті ішкізуге мәжбүр. Бәрі де кәрі айуанның бұйрығы. Өз қана болса да күнәсіз сәбидің әкесі екен еш уақытта мойындамай. Мына бәлені қай жерін қорғаштап жүрсің? Ауру қызың бәрібір өледі. Давайте, сүтті бер, кайыппен ұйықтасын. Осыдан сол сүтті бермей көр, сәби екеніне қарамаймын. Аяқ қолын сындырып, мүгедек етемін. Ішінен шыққан сәбиіңді көз алдыңда шырылдатып, аяқ қолын сындырса, қай ана шыдай алар еді? Бұл айуандарда жүрек жоқ. Талай бейкүнә сәбилердің көз жасында қалған малғұндар ғой. Бір ай бойы есірткіге уланған сәбиімнің жүрегі өмір сүруін тоқтатты. Ал мен қошақанымды ұйықтап жатыр екен деп, күні бойы құшағыма салып жүре бердім. Кешке келгенде дыбысы шықпайды, не қимылдамайды. Пысылдап дыбыс шығаратыны да бар еді, оны да сезбедім. Дереу дуанаға бардым. Ол болса, енді көшеге жалғыз шығасың, бір кедергіден құтылдың, енді балаң жоқ, дейді. Сәбиімнің өліміне шыдай алмағанмен, кәрі кемпірдің бобыраған шашынан тартып ұра жөнелдім. Жауыздар, қарғыс атсын сендей айуандарды. Көзімнен жасым тиылмай, өлі бөбегімнің денесіне қайта жабысып, соңғы рет құшағыма қысып үлгірдім. Кәрі айуанның іштегі айқай-шуға жүгіріп келіп, менің шашымнан теріп ортаға шығарды. Бәрінің көзінше жазаламақ. Енді біреуі тепкінің астына алды. Қол-аяғыммен өлі сәбиімді құшақтап, сол жерде өліп кетсем екен деп тілеп жатырмын. Қанша соққы жеп жатырмын, сонда да қошақанымнан қолымнан тастамадым. Ана болған бұл жердегі әйелдердің жүректері қан жылап тұрғанын сезіп тұрмын. Араша түсуге ешкімнің батылы жетер емес. Тек өгей анам жалынып кешіруін сұрап жатыр. Алғасы бар.